магазинге шықсам, бір көкем балық сатып тұр екен да, сразу алдым да үйге келіп бірден қуырдым. Өте дәмді болып шықты. Балық жемегелі біраз болды дедім. Алдымен балығымды ішін, сыртын жақсылап тазалап жуып, ішкі құрылысын бәрін тазалап, осылай айбалтамен пачақ-пачағын шығардым да, бірден маринадтап қойдым. Балықты алдын ала маринадтап қойсаңыздар, ерекше дәмді болады. Мен бұл жерде тұз, қара бұрыш, кішкене қызыл бұрыш, паприка барлығын араластырып бетін жауып қалдырдым. Маринадтап болғаннан кейін, біраз уақыттан кейін алдымен ұнымызға жақсылап малып алыңыздар. Немесе кляр жасап, клярға да қуырсаңыздар күшті болып шығады. Балықпен бірге картошка күшті кетеді ғой деп болса, картошкаларымды да қызартып, кішкене қуырып алдым. Сөйтіп балықтарымызды қызып тұрған майда шамалы ғана астын пәсейтіп, солай екі бетін 5 минуттай қуырдым. Әрқайсысы бетіне 2-3 минуттай уақыт кетеді ғой. Сөйтіп болса қызарып шыққаннан кейін біздің балығымыз дайын. Мына балықтың иісі мұрындарыңызға келіп тұр ма? Біз өзіміз өте жақсы көреміз, бірақ ұмытып кетеміз осы балықты жеуді. Сөйтіп деген сатып тұрғаннан кейін бірден алып алғанмын ғой. Сөйтіп осылай ұсындым, өте дәмді болып шықты. Ал сіздерше қаншалықты балықты жиі жеп тұрасыздар, және де сіздерге ұнайды ма? Комментарийда өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.